Менің атам Махамбетов Хизат Даукенұлы 1968 жылы Сарқан ауылында дүниеге келді. Зауытта жұмыс істеп жүрген уақытында әскери комиссариаттан Чернобыль атом электростанциясында орын алған апаттың алдын алуға шақыртылған. Апат өңіріндегі 6 ай қызметінде ерлік пен батылдығы үшін жұлдызымен марапатталды. Атам Чернобыль апатына 25 жыл, 30 жыл. Бауыржан Момышұлы атындағы Батыр шапағаты айрықша тәуекел бөлімше ісінің ардагері, Чернобыль қаһарманы, ЧАЭС апатының салдарын жоюға қатысушы медальдарымен марапатталған. Сондай-ақ ол Чернобыль ардагерлері қоғамдық бірлестігінің, облыс әкімдігінің алғыс хаттарының иегері. Мен атамды мақтан етемін.